Әлем чемпионаты басталмай жатып, бір шулы жағдайлар көп орын алып жатты, иә. Мына Өзбекстан құрамасын тексеріп жатқаны, қатал тексеріп жатқаны, одан кейін Иран құрамасын жаңағы белгілі бір ойын уақытында ғана кіресің Америкаға, одан кейін Мексикада не Канадада жүруің керек деген сияқты. Енді ол да бір шектеудің түрі ғой. Африканың ең үздік төрешісі, иә, виза бермей, ол жаңағы Америкаға кіре алмай, ол да бір дау болып жатыр. Осыған қатысты қандай пікірлер білдіресіз? Алаңдарға да қатысты сұрақтар бар, иә, сапасына қатысты. Енді ең бірінші барған Жапониядан басталды ғой негізі. Шудың барлығы. Олардың жатқан базасы ұнамай, кейін қайтамыз деп дау шығарып, сонымен басқа базаға ауыстырды. Осындай басталып жатыр. Сосын Америкадан шу шықты. Бұл енді жаңа Өзбекстан мен Сенегалды кіргізбей ұзақ уақыт тексерген, итпен тексерген, киімдерін, сумкаларын ашып тексерген. Енді белгілі есімде Сенегалмен, бірақ сол кімді тексерген. Сосын жаңа сомалилік төреші, Африканың үздік, Африка құрлығының үздік төрешісі тарихында алғаш рет келіп тұр екен. Ойлаңызшы, қандай мүмкіндік сен үшін. Сен сондай мүмкіндікті алып келіп тұрасың, сені сол жерден кейін қарай қайтарып жібереді. Омар Артан ғой деймін, қателеспесем аты. Содан бөлек Ирактың капитаны 7 сағат тексергеннен бөлек бөлмеге кіргізіп тергеген. Осындай жайттар болып жатыр. Иран енді екі бастан Мексикада жатады. Егер Америкада ойыны болса, Америка келіп ойнайды да, бірақ бір күн бұрын ұшып келуге болмайды. Ойын күні ұшып келеді. Сосын Иранға берілген, жанкүйерлеріне берілген квотаны қайтадан тартып алған, виза бермеген мүлдем жанкүйерлер. Яғни Иран жанкүйерлерсіз ойнайды. Осындай жайттар болып жатыр. Одан бөлек жаңа стадионның жанкүйерлерінің жұмысшыларының көтерілісі, стадионның қасындағы атыстар. Біз сәнін кетіріп тастамай ма ертең осы жағдайда? Көбейіп кетті, білмеймін енді бұл қаншалықты дайын екенін әлем чемпионатын қабылдауға, бірақ ерте бастан осындай шум көбейіп кетті. Бірақ енді бізде қазақша жақсы мақал бар, әрдайым позитив күтеміз ғой, басы қатты тәтті болады деп. Көрейік енді.